Қазақ медицинасының тағы бір тарихи қадамы дүйім жұртты қуантты, үміт сыйлады. Соған орай бүгін бізде науқастың жүрегіне сәтті операция жасалғаны жайында сүйінші әңгіме. Армысыз ардақты ағайын. Жәнібектің жаңа өмірі қалай басталды? Экранға назар салайық. Тамыз 2012 жыл. Қазақстан медицинасының тарихында алтын әріппен жазылар күн. Дәл осы күні ұлттық кардиохирургия орталығының кардиохирургтары тұңғыш рет жүрек алмастыру операциясын жасады. Қостанай қаласының тумасы 38 жасар Жәнібек Оспанов аталмыш орталыққа созылмалы жүрек дерті диагнозымен келіп түседі. Оны аман алып қалу үшін миына қан кетіп қаза болған 46 жастағы Галина Воротникованың жүрегі салынады. Жәнібектің ағзасы жаңа жүректі жатсынама деген қауіп қана болған. Алайда жүрек алқынып соғып кетті. Бұл жүрек не? Соғысы күшті. Менікі не болған кішкене? Слабый. Бір соғады, бір соқпайды сондай. Амына енді соққанда сезіледі. Бұл операциядан кейін вообще басқаша қарайсың өмірге. Созылмалы жүрек дертіне шалдыққан қазақтың қарапайым көлік жүргізушісіне өмір сыйлаған Галина Воротникованың жүрегі һәм кардиохирургтардың талай жылғы еңбектерінің нәтижесі. Алайда анасының жүрегін беруге келіскен 21 жасар Игорьдің ерлігі ерен. Почему бы не подарить жизнь кому-то? Менің анам көз жұмды, бірақ оның жүрегі әлі де соғып жатыр. Ол басқа адамға өмір берді. Маған бұл ұсынысты алғаш айтқанда мен не дерімді білмедім. Анамның жүрегін алатын адаммен кездескім келді. Анам қайтыс болғанда қарындасымен бірге жалғыз қалғандай сезінді көзімізді. Бірақ енді менің Жәнібектей туысым бар деп айта аламын. Жәнібектің дерт шалған жүрегі ең кемінде 2 айға шыдаушы еді дейді дәрігерлер. Алайда Жәнібекке тағдыр өмір сыйлады. Оның көрер күні көп екен. Жаңа жүрекпен жаңа өмір бастаған бақытты жанның отбасында 29 тамыз күні тағы бір қуаныш іңгәлады. Олай болса, ортамызға дәл осы бейнесюжеттің кейіпкері Жәнібек Оспанов пен дәрігері Махаббат Бекбосынованы қошеметпен шақырып алайық. Қош келдіңіздер студиямызға, төрлі етіңіздер. Жәнібек, жаңа өзіміз сюжеттен де бақыладық. Сіздің жасыңыз небәрі 38 жаста екен. Ал енді мынау жүрек ауруына шалдығыңызға қандай себеп болды? Ангина, простуда сол көп ауырған, врачтар солай айтты, содан болған ауру деді. Осы жүрек, өзіңіздің жүрегіңіздің сырқат екенін қай жасыңызда, қай уақытта білдіңіз? Білмеймін қазір, не помню. Бұл осы кейінгі шұлдықтың көлемінде ғана нақты емделе бастадыңыз, иә? 2008 жылдан бастап. Ем шаралары сол кезден басталды ма, әлде қалай? Да. Ал жүрек ауыстырғанға дейін қандай ем-дом қабылдадыңыз? Мен медикаментозный лечение алдым, сосын маған кардиовертер, дефибриллятор орнатты. Сондай нелер болды. Ал енді мынау жүрегіңізді ауыстыру керек екендігін қай уақытта естідіңіз? Кімнің аузынан естідіңіз? Врачтардан. Сондай не? Донор бар деп айтты. Содан мен келістім. Донордың жүрегін өзіңізге салу туралы ұсыныс айтылған кезде қалай қабылдадыңыз? Шешім қанша уақыттан кейін шықты? Ойлануға уақыт берілді ма мысалы сізге? Берілді уақыт. Келісім мен сразу бердім. Келісіміңізді бірден бердіңіз, иә? Жәнібек мырза, ал өзіңіздің жаңа айтып жатты, сюжетте айтылды. Сіздің отбасыңызда тағы да бір қуаныш іңгәлады деп. Кішкентайыңыз дүниеге келді ғой демек, иә? Ол қыз, бауы берік болсын. Ал жалпы отбасыңызда қанша бала-шағаңыз бар? Үлкен қызым бар, менің Жансая. Мынау Махаббат дейтін екінші қызым бар. Махаббат деген қызыңыз бар, иә? Ол біздің дәрігеріміз Махаббаттың есімімен байланысты емес па? Солай. Байланысты. Бәрекелді. Махаббаттың есіміне арнап әдейі қойып отырсыз демек. Бұл әрине үлкен себеп жаңағы жүректің табылуы. Солай ғой? Қашан келді бұл кісі сіздерге? Қандай шағыммен келді? Сол жайында айтып өтсеңіз. Жәнібек к нам поступил 2 августа. И это была первая госпитализация, но до этого 4 года он лежал в стационарах. И перед тем, как он поступил к нам, ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, так как был высокий риск внезапной сердечной смерти. К нам он поступил на обследование, и перед поступлением к нам, вот он нам рассказывал,
что он по интернету прочитал, что у нас уже проводятся операции по имплантации искусственного левого желудочка. Он понимал, что другой альтернативы у него нет. Тогда еще не было операций по пересадке донорского сердца. Қазақстанда мүлдем жасалмайтын еді. Жоқ. И он к нам поступил для того, чтобы войти в программу по имплантации искусственного левого желудочка Assist Device. Негізі бұрын соңды Қазақстанда басқа да мысалы бауыр, бүйрек секілді органдарды ауыстыру операциясы жасалып жүретін, солай ғой? Ал енді мынау жүрек операциясы тұңғыш рет Жәнібекке жасалып тұр. Бұл операция қаншалықты қиын өтті? Я просто хочу уточнить. Дело в том, что когда делали операции по пересадке печени и почек, это делали от родственных. Родственная пересадка печени, родственная пересадка почки. Эта ситуация отличается тем, что взяли от донора, у которого наступила смерть мозга. Потому что была выполнена пересадка не только сердца, но и пересадка почки. Вы знаете об этом, да? Евгению Курц, пациенту, который живет в Караганде, мужчине. И это ситуация впервые в Казахстане произошла, когда взяли донорские органы от женщины, у которой наступила смерть мозга, от пациента, у которой наступила смерть мозга. Сама операция длилась 114 минут от момента, когда было остановлено кровообращение у донора, до момента, когда было восстановлено кровообращение сердечной мышцы у Джанибека. Жәнібектің өзіне сұрақ, енді жаңа жүрегіңіз қалай соғып отыр қазір? Чувствуется, что сильное, крепкое. У меня старое сердце такое с перебоями работало, такое мягенькое было, как-то так сильно не билось, как вот это. Енді Жәнібек, жүрек деген енді ол адамның ең бір басты органдарының бірі ғой. Әрине бәрі де өз функциясы бар, дегенмен бір басты орын. Сіздің өзіңіздің адам ретінде, азамат ретінде, бір жан дүниеңізде қандай да бір өзгерістер болды ма осы жүректің ауысуымен байланысты? Изменений не чувствую, тут всякие говорят, что женское сердце, там такого. Особо таких изменений нет у меня. И быть не может, сказали. Жақсы, ендеше... Сарапшыларды осы жерде әңгімеге араластырайық. Әлихан мырза, енді жаңа айтып жатырмыз, жаңа жүрекке ие болған Жәнібектің жағдайын, бұл жағдай бірінші рет орын алып отыр, Қазақстанда тұңғыш рет деп атап отырмыз. Осының алдында енді 14 минут өтті операция. Оған дейінгі дайындықтың реті қалай болды? Расында да ең бірінші қазақ елі медицинасының жалпы зиялы қауым баршаңызды мен құттықтағым келіп отыр. Бұл тарихи уақиға. Елбасы әр уақытта кардиология, жалпы елдің халықтың денсаулығын туралы және әсіресе өкісі өзі жеке тапсырма берген арнайы Қазақстанда кардиология, кардиохирургияны дамыту жөнінен. Соны қадағалап көп назар аударып отырады әр уақытта. Соған байланысты бұл 2004 жылы ұлттық ғылыми медициналық орталықта осы Астанадағы жүрекке, осы солтүстікте Қазақстанда бірінші рет орталық Қазақстанда жүрекке операция істелінді. Жаңағы кеудені ашып. Сол операцияны істеген Юрий Владимирович Пя болатын, бірінші. Бұрын Қазақстанда тек қана бір 3 жерде ғана жүрек операция істелінетін болса, сол соңғы 5-6 жылда бүкіл Қазақстанның барлық облыстарында кардиохирургиялық орталықтар құрылып, осы хирургиялық жұмыстарды жүрек жөнінен қатты қолға алынды. Қазір мамандардың барлығы жеткілікті, оларда жаңағы жақсы жабдықталған, олардың білікті мамандары бүкіл шетелде, басқа көп Европа, жаңа Америкада барлық жерде барып дайындалып келген. Болашақта басқа да осы жүрек ауыстыру операциясын қажет ететін азаматтар бар ғой біз елімізде. Ол кісілерге қаншалықты операция жасау мүмкіндігі бар? Ермағанбет мырза, мүмкін сіз жауап берерсіз. Қазіргі мына атап өткен ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығында жаңа атап өткен Юрий Владимирович Пя басқарып атқан сол кісінің жаңағы үлкен жаңағы артына ертіп жүрген командасымен арқасында осы Жәнібекке де жасалған операция болды, жүректі ауыстыру. Және де тағы да басқа көп мөлшерде жасалып жатыр ашық жүрекке операцияларда. Енді атап өтсек, қазіргі күнде мына созылмалы жүректің жетіспеушілігі бар науқастар өте көп. Оның себептері жаңа сіздер атап өттіңіздер. Ол тұма жүрек ақауы, жаңағы кейіннен пайда болған жоқ болмаса жүректің жаңағы бұлшық етінің әлсірегені, жаңағы қан тамырларының тарылғанына байланысты тағы да басқа себептері болады. Бұндай науқастардың негізгі емі жаңағы алтын стандарт дейміз ғой айтуымызда. Жүректің ауыстыру операциясы.
сол операциялар осы біздің елге де енді. Енді қазір айтып отырсақ, тек қана ол Қазақстанда емес, мына Орта Азия, Қазақстан бойынша бұл алғашқы жасалған операция. Қазіргі күнде біздің орталықта ондай операция жасауға мүмкіншілік толық бар. Тек қана оның бір кедергісі донордың жетіспеушілігі. Тегін жасалды ма операция? Мен осы мәселені де нақтылай кетейік. Тегін жасалды. Ал болашақта жасатқысы келетін азаматтар да бұған тегін түрде қол жеткізе алады ғой, әлде ақылы түрде бола ма? Жоқ, 100%-да бұл операциялардың бәрі үкімет өзі қаражат беріледі. Мәселе донорлыққа келіп тіреледі дедік қой. Олай болса ортамызға дәл осы Жәнібектің жүрек сыйлауға ықпал еткен азамат Игорь Воротниковты қошеметпен ортамызға шақырайық. Игорь, қош келдіңіз студиямызға. Төрлетіңіз. Игорь, как вы на это согласились? И кто вышел вам с таким предложением? Ко мне подошел Гани Муратович, кажется, врач. Ну, сказал то, что вот у меня мама умерла. И сказал то, что есть возможность спасти жизнь людям. Ну, мне дали время немного, там, я около дня думал. Ну и потом решил то, что если мама умерла, почему бы не спасти жизнь другим людям? Как бы. Вот сейчас Джанибек живой. Благодаря просто потому, что я написал. Бәрекелді, Игорьға мұндай ерлігі үшін қошемет көрсетіп қоюға болатын секілді. Игорь, единственное условие, которое он поставил, он хотел увидеть пациентов, которым будет выполнена пересадка сердца и пересадка почки. В нашем центре на тот момент было 2 пациента, которых мы определили как реципиентов, то есть как условных пациентов, которым, возможно, будет выполнена пересадка сердца и которые подошли по медицинским показаниям. И к нам приехали кардиохирург Ян Пирк с командой из Праги. И когда уже вечером, накануне, то есть это 7-го вечером состоялся консилиум, то из 2 реципиентов, которых мы подготовили, они определили как более подходящего Джанибека. И Игорь тогда перед операцией приходил к нам в центр. Он видел пациента, которому будет пересажено сердце. Все, это было единственное условие с его стороны. Больше никаких условий не было. Бәрекелді, қошемет көрсетейік. Және осы Игорьдің тарапынан болсын, донорлық тараптан болсын, осы әрекет тіпті елбасының өзінің сөз айтуына бір түрткі болған сияқты. Олай болса, президенттің де осы бүгінгі тұңғыш операцияға байланысты пікірі айтылған, соны көріп тамашалайық. Жас отандасымыз Игорь Воротников бүгінде барша Қазақстанның аузынан түспей жүрген ізгі қадам жасағанын білесіздер. Анасы мезгілсіз қаза болып, қасірет жұтқан ол ең қиын сәтте өзге адамдардың өміріне араша түсе алды. Ол анасының жүрегі мен бүйрегін донор мүшесіне мұқтаж адамдарға беру туралы шешім қабылдады. Сөйтіп, тағдырлары қыл үстінде тұрған 2 адамға, Жәнібек Оспанов, Евгений Кунцқа жаңа өмір сыйлады. Анасынан айырылған ол қаны бөлек болғанменен жаны бір бауырлар тапты. Ойлап қарасақ, орыстың баласы анасының жүрегін қазаққа, бүйрегін неміске тапсырды. Операцияны ұлты кәріс Юрий Пя жасады. Чех әріптесі Жан Пиркпен бірге жасады. Мұның барлығын айтып тұрғаным, міне, қазақстандық бірлік деген, бір-бірімізге жанашырлық деген осылай болуға керек. Бұл әрине нақты бір жеке мысал, дегенменен өте жақсы көрсеткіш, тәлім тәрбие болып саналады. Бұл нағыз азаматтың ісі. Осы тарапта жалпы адамның психологиясына, жүректің ауысуы дейтін сияқты, ағзаның ауысуы дейтін қаншалықты әсерін тигізеді енді? Сіздер мамансыздар ғой, кардиолог, осы саланың өкілдері. Қандай бір операция болсын, оның алдында науқастардың өзі дайындығы қажет. Мысалы, біздің орталықтарда психологтар жұмыс істейді. Ол деген уайым болады. Тек қана ол дәрігерлерде емес, науқастың өзінде де уайымдайды. Мына операция сәтті өте ме, сәтсіз өте ме? Неге десеңіз, мен жиі айтам, шаштаразға барғанда да ойланасын. Шашыңды дұрыс ала ма, жоқ, қисық алып қоя ма? А бұл жерде өміріңді басқа бір дәрігерге сеніп, соған тапсырып отқан кейін бар, сәтті өте ме деген ой бар. Солардың бәрі үлкен бір салмақ салады психологияға. Психика өзгеру мүмкін, но жалпы адамның көзқарасы операциядан кейін ешқандай өзгермейді. Қазір көріп отырсақ, Жәнібек өзі айтып отыр ғой. Көзқарам операцияға дейін қандай болды, сондай да ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді тағы бір сауал, мысалы, науқас кісінің жасы төмендеу болуы мүмкін, ал жаңа донор боламын деген кісінің жасы үлкендеу болуы мүмкін. Бұл факторлар әсер ете ме, мысалы, донорлықтан жаңа жүректі, басқа да ағзаны алуға байланысты мәселеде? Бұл тек қана жасқа қарайтын нәрсе емес. Алғашқы кездерде оны жаңа мамандар, жаңа Махаббат станциясынан айтып өтті ғой. Бір топ мамандар барып,
бірінші жүректің қай жағдайында екенін белгісін көрді. Оны жаңа кардиограммасын түсірді, УЗИ-ін түсірді, тағы да басқа да зерттеулерді жүргізді. Сол зерттеулердің арқасында жүректің донорлық жаңағы органға жарайтындығын белгісін болғаннан кейін сол кезде ғана жарайды деп айтылады. Бірақ ол кісінің жасы ескеріледі ғой? Жасы да ескеріледі, жалпы ол қандай да бір шектеулер бар ма жасқа байланысты? Шектеу жоқ. Кез келген жасында донор болуға мүмкіншілік бар. Тимур мырзадан сұрай кетсек, осы тұста бүгінде қанша адам статистика бойынша осы жүрек ауыстыру операциясына қажет деп есептейді? Қанша адамға қажет бұл операция? Қанша адам есепте тұр? Қазір нақты ондай мәліметтер жоқ, бірақ мысалы басқа мемлекеттермен салыстырсақ, мысалы Беларусияны алсақ, 10 миллион адамның ішінде бір 100-200 адамға жүрек алмастыру керек. Сонымен салыстырғанда Қазақстанға да бір сондай қажет шығар деп ойлаймын. Осы донорлықты жасау, жаңағы жүректің немесе басқа мүшелерді алмастырудың алдында үлкен жұмыс жатыр. Ең біріншіден ол заң жағынан дұрыстап барлық құқықтық жағынан дұрыс болу керек. Осыған байланысты Қазақстанда денсаулық сақтау жүйесі бойынша кодекс шықты. Сол кодексқа байланысты қазір бүкіл заңдық жағдайлары жасалған, құқықтық жағдайлары жасалған. Ол бірінші жағынан. Екінші жағынан, мемлекет жағынан үлесімді қаражат мәселесі жөнінде бөлініп жатыр. Өйткені сол жүректі алмастыру, бүйректі алмастыру немесе басқа мүшелерді алмастыру үшін үлкен қаражат керек. Үшінші өте маңызды жағдайы осы біздің азаматтардың, жаңағы профессионалдардың, мамандардың біліктілігін арттыру. Соғанда үлкен жағдай жасау керек. Мысалы, ұлттық медициналық холдингте бірнеше жылдан бастап біздің кардиохирургтарды, кардиологтарды шетелге апарып оқытып жатырмыз. Немесе тәжірибе алмастырып. Немесе шетелден мамандарды осында алып келіп, мастер-класс, семинар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар өте үлкен жұмыс қоғаммен жасалу керек. Яғни донорлармен жасалу керек. Ең бірінші проблема осы қазіргі уақытта жаңа айтып кеттім, заң бойынша проблемаларды шешіліп жатыр. Қаражат бойынша шешіліп жатыр. Мамандарды даярлау бойынша шешіліп жатыр. Ең бірінші үлкен проблема ол жаңағы донорлық жағдай. Ал енді құқықтық жағынан, мысалы, заңдық тұрғыдан бұл мәселе реттеліп жатқан күннің өзінде, мысалы, азаматтарымызға шында да жүрек алмастыру операциясы қарқынды түрде жүргізілетін болса, онда біздің мамандарымыз қаншалықты дайын? Сіздер түсіну керексіздер. Бірінші трансплантацияны жасаудың алдында бір ғана хирургтар ғана қатыспайды оған. Оған мультидисциплинарлық мамандар тобы қажет. Оған біріншіден жаңа анестезиолог, реаниматолог, жаңағы мидың өлгенін, өлмегенін білетін лаборант, ашыротиптеу бойынша жаңағы донор мен реципиенттің ткандық, ағзалық сәйкестіктерін білу үшін. Содан кейін жаңағы бір топ маман ағзаны мүшені шығарып алу үшін жақсы жұмыс жасау керек. Сосын басқа топ маман сол ағзаны орнына салу керек. Демек, мамандардың тобы керек бұл операцияны жүзеге асыру үшін. Жаңағы реабилитация жасау керек. Ұзақ уақытта реабилитациялау керек. Жаңағы психологиялық, басқа да. Ал енді осыған біздің мамандарымыз қаншалықты сай? Мүмкін Серік мырза өзіңіз жауап бересіз. Енді сіздер нағыз маман дайындап отырған, осы саланың мамандарын дайындап отырған оқу орнын басқарасыздар. Біздің медицина университетінде Астана бізде көп жұмыс жасап жатырмыз. Осы мамандықта кардиолог, тем более әсіресе кардиохирург болуға бірден бола алмайды олар. Бірінші 5 курс бакалавриат дейді. Сосын 2 жыл интернатура, сосын 2 жыл резидентура. Содан кейін тек қана осындай жеке арнаулы специалист болуға мүмкіндігі болады. Сондықтан біз қазір, менің кафедрам ішкі аурулар кафедрасы, бізде 4-ші курстың студенттері болады. Олар әлі білмейді кім болады. Бәрі интерестері өте жоғары, бірақ олар білмейді. Эндокринолог бола ма, кардиолог бола ма, бірақ та біз өзіміздің жұмыспен, күнделік жұмыспен біз талдаймыз, көреміз, қандай студент, қандай неге өзінің несін бейімділігі бар. Қазір университетте бізде орталық клиникалық центр бар. Сол клиникалық центрде симуляционный дейді ғой, орысша айтқанда, симуляционный тренажердар бар.
симуляцион тренажер, вот ЭКГ, кардиология саласына айтсақ, электрокардиограмма, Харви деген бір тренажер бар. Ол адамды жүректерінің шуларын, ритмін, ауруларды нетпей, тексермей, осы модельмен жақсылап қарап, анықтау керек. Сол бәрі де ол мамандыққа дайындалу деген сөз. Яғни тәжірибе алмасу бар. Болашақта сіздің университетті бітіріп шыққан мамандарымыз осындай операцияларды жүзеге асыра алуы мүмкін ғой? Мүмкін. По поводу потребности сегодня в операциях именно по пересадке сердца. Сегодня у нас в стране около 150-200 человек нуждаются в таких операциях. По статистике международной на миллион населения ежегодно должна выполняться 10 операций трансплантации сердца. То есть, если мы переводим на наше население, то это получается 150-160 операций в год. Но есть пациенты, которые у нас остались с прошлого года. Ну, это мы вот так говорим. Почему? Потому что как только пациенту выставляют диагноз терминальная стадия хронической сердечной недостаточности, то с момента выставления этого диагноза 90% больных погибают в течение первого года жизни. И поэтому, конечно, эта помощь требуется им сегодня. Они не доживают до того момента, когда может появиться донор. Я могу вам сказать, что у нас сегодня в листе ожидания нашего центра находится около 50 пациентов, молодых, 70% из которых составляют мужчины. Средний возраст этих больных всего 42-44 года. Те, которые ждут сегодня донорского сердца. И поэтому в нашей стране при поддержке президента нашей страны, при поддержке правительства, Министерства здравоохранения началась программа имплантации искусственного левого желудочка, о которой я уже говорила. И в нашем центре сегодня имплантировано 50 таких устройств. Сегодня в Казахстане уже во всех регионах нашей страны живут около 40 пациентов с такими устройствами, с искусственным левым желудочком. Енді осы жүрек ауыстыру операциясын айтты жаңа, бір ғана маман емес, көптеген маман қатысады деп, иә? Осы бір ғана жүрек ауыстыру оқиғасында қанша маман тартылды? Жалпы жиында жаңағы жүректі алудан бастап салға дейін. Человек 15, это вот те, которые непосредственно принимали участие. Но если мы возьмем финансовое обеспечение, обеспечение протоколами, обеспечение экспертной комиссии, то это, наверное, команда, которая 50 человек как минимум, которые работали для того, чтобы был успех сегодня одной операции. Рахмет пікіріңізге. Сол жаңағы операцияны жасау үшін ұлттық медициналық холдингтің бірнеше жаңағы еншілес ұйымдары, ауруханалары қосылып жұмыс жасаған. Өйткені жаңағы клиникалық өлімді жаңағы диагноз қойған жаңағы жедел медициналық жәрдем орталығында. Сол жердің азаматтары, сол жердің мамандары. Сол жерде жаңағы ағзаны алды. Сосын ұлттық республикалық диагностикалық орталық деген бар. Сол жақта орталықтандырылған лаборатория жұмыс істейді. Сол жерде жаңағы лаборатория бойынша сәйкестілігін анықтады. Сосын кардиохирургиялық орталықта трансплантациясының өзін жасалды. Енді жаңа айттық, бұл тегін мемлекеттің ақшасына, қаржысына, бюджетке жасалды деп. Бірақ осындай операция әлемде және біздің мемлекетте былай мемлекеттің бюджетін ақшасымен есептеген кезде қанша ақшаға жасалатын бұл операция? Такая операция стоит около 10 миллионов тенге. 10 миллион тенге тратит на 1 миллион тенге – это трансплантация сердца. То, что я рассказывала, имплантация искусственного левого желудочка, она сегодня государству для одного пациента обходится в 43 миллиона тенге. Айдар мырза, өздеріңізді де сөзге тарта отырайық. Осы мәселеге бүгінде қоғам дайын емес шығар бәлкім. Себебі донор жоқ. Бірінші болып, мына ең алғаш рет анасының жүрегін беріп отырған жігіт отыр студиямызда. Бұдан басқа жүрек ауыстыру операциясын қажет ететін адамдар бар, ал бірақ донор мәселесі әлі шешілмей келе жатыр. Айдар мырза, себебі не? Әрине, бұл өте күрделі мәселе. Қазақстанда мінеке алғашқы рет, тұңғыш рет осы операция жасалынып отыр. Бұл біздің дәрігер мамандардың бұл үлкен жеңісі деп түсінеді. Жалпы қоғамда да бұл оқиға былай айтқанда үлкен өзінің орнын тапты. Дін жағынан да, діни көзқарас жағынан да бұл игі іс жаңағыдай өзінің қолдауын тауып жатыр. Жалпы барлық діндерде адамға ауруын жеңілдетуінің өзі бұл дін жолындағы жүрген адамның ең үлкен парызы деп есептелінеді. Ал енді жан сақтау, арғы дүниеге аттап баратқан адамды сақтап қалу. Бұл жаңағы ислам тарихында ежелгі бұл керемет дәрежелерге жататын істеп айтылатын. Исламда мұсылмандар садақа жасау, ол тек қана бір Алла үшін бір материалдық көмек беру жоқ, жаңағы материалдық түрінде теңге беру деген мәселе ғана емес, садақа деген бұл игі іс. Мына католицизмде де, христиандық православияда, исламда да бүгін таңда бұл донорлық
рұқсат етілген. Ең басты принцип бұл жерде, екі принцип жоғарыда бұл атап кетті, дәрігерлеріміз де атап кетті. Бұл жаңағы бірінші принцип бұл қайырымдылық, екінші принцип бұл жаңағы сол адамның немесе соның ең жақын адамның келісімін алу. Үшінші бұл жерде жаңағы қаржылық мәселе еш уақытта тұрмау керек. Бұл жалпы барлық діндердің көзқарасы сол. Айдар мырза, шет мемлекеттердің тәжірибесінде бүгіннің өзінде көзі тірі кезінде адамдардан келісімін алу деген дүние қалыптасқан. Яғни ертең алда-жалда осындай қандай да бір оқыс оқиға болған жағдайда мен өз дене мүшемді, өз жүрегімді, өз бауырым, бүйрегімді донор болып беруге келісімді беремін деген. Бәлкім бізге де осындай бір заңдық құқықтық тұрғыдан реттеу керек шығар. Қанат мырза, сіздің пікіріңіз қалай? Мейірімшіл дінімізде бір адамның өмірін құтқару бүкіл адамзаттың өмірін құтқарумен тең дейді. Яғни Игорь бауырымыздың істеп жатқан игі ісі бұл осыған келіп саяды. Енді ең бірінші бұл Аллах тағаланың біздерге берген үлкен сыйы, ол 12 дене мүшеміз. Бұны бізге Аллах тағала сыйлады. Яғни Аллах тағаланың құзыретіндегі дене мүшеміз. Әрбір адамның ең бірінші рұқсат керек. Яғни Игорьдің анасының рұқсаты болу керек. Екінші болмаса, оның ең жақын адамдардың рұқсаты керек. Ал егер адам қайтыс болып кетіп жатқан жағдайда, жаңағы клиникалық өлімге түсіп жатқан жағдайда, онда жақынның келісімін алуға болады ғой. Мәселен, Игорь өзінің анасының жүрегін беруге келісім беріп отыр. Әрине, шариғатта уәли деген болады. Ол яғни баласы, жақындар, ең ет жақындардың рұқсатымен, яғни миы тоқтап қалған адамның жүрегін болсын, басқа дене мүшесін алуға рұқсат етеді. Жақсы, енді біздің көрермендер тарапынан сауал бар екен, микрофон ұсынайық. Қазіргі кезде осы Қазақстан донорлар дегеніміз ол. Тек қана Қазақстаннан емес, шетелдерден де қарастыру жағы қазіргі кезде қандай қолға алынған ба? Жалпы осы донорлар банкін құруға байланысты қандай да бір қадамдар бар ма, Әлихан мырза? Осыдан бір ай бұрын республикамызда болмаған бір мекеме құрылды. Ол ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жанынан жаңағы трансплантаттау жөнінен үйлестіруші, реттеуші жаңағы орталық деп, координационный центр деп аталады. Ол сіздер жаңағы естіп отырсыздар, жүрек алмастыру, ол деген өте күрделі нәрсе, оған көп мамандар қатысады. Жаңа жан-жақта тек қана мына холдингтің бірнеше көрдіңіздер мекемелер қатысып, және мамандардың да бірнеше барлығы да соның арқасында. Ал енді сосын ең бірінші мәселе ол енді донор табу. Соны біздің қазір, мен осы мына орталықтың деректеріне қарағанда, қазір ең көп Қазақстанда ол бүйрек ауыстыру керек. Қазір 4000-нің үстінде адамға бүйрек ауыстыру керек, күтіп жүрген. Ал енді 1000-дай бауырды ауыстыру керек. Ал енді мінекей Махаббат Сансызбай қызы дұрыс айтты, соған 150-660 емес, біздер нақты есептеп көрдік. Қазір 210 адам, оның ішінде ересек бар, балалар бар, барлығына жүрек ауыстыру керек. Ең бірінші мәселе әрине донорлық. Сол донорды енді өзімізден, елден табу керек. Оны жаңағы, мінекей Айдар мырза айтып кетті, ол бізде религиялық жағынан қазақ жалпы біз толерантты халықпыз. Мысалға, біз религия арқылы біз ондайды ауыстырмаймыз деген ондай әңгіме біздің елде көп емес. Насихаттап жүргізу керек. Елдің арасында соларға түсіндіру керек. Сол егерінде енді тағдыр солай болды. Мысалға, миына қан құйылды, тағы басқа да себептермен ол өмірден кетіп бара жатыр. Өзі өмірден кеткенмен басқа адамдарға өмір сыйлау, сол деген үлкен, одан артық адамгершілік жоқ деп, сондай жақсы насихаттау жүргізетін болса, сонда дұрыс болады деп ойлаймын. Жалпы шетелдерде бұл фактілер бар, ол белгілі. Бұл адам органдарының қара рыногы пайда болған қазір. Бұл енді өте жаңағыдай теріс мәселе, бұл жаңағы ғылыми жетістіктерімізді жоққа шығаратын жолдарды ашып береді. Себебі көптеген халықтарда осындай жаңағы донорлық қара рынокты қолдану, пайдалану деген нәрсеге бұл мүлдем қазірден басқа мүлдем жол бермейтін бірде-бір принциптер жаңа жоғарыда аталып кетті. Қазақстанда бұған заңдылық жаңағы ережелер қабылданды. Бірақ сонымен қатар бұған моральдық принциптер, этикалық мәселелер бар бұл жерде. Ең басты мәселе бұл жерде жаңағы имамдар былай айтады. Мына адамның өмірден аттап кеткенің дәлелін бұл дәрігер анықтайды. Дәрігердің анықтағаны бұл ең соңғы ақиқат.
соны молда да, имам да соны қабылдайды. Сонда жауапкершілік бұл жерде үлкен жауапкершілік жаңағы дәрігерлерге жүктеледі. Дәл қазір тағы бір бейнематериалға назар аударсақ, еліміздегі жүрек имплантациясының бүгінгі нәтижелері қандай екен? Жүрек дерті шипасы шимай, бұғаудай шешуі қиын дүние. Оны шешудің бір ғана жолы бар, ол жүрек алмастыру. Алайда бір қиыны елімізде донор жоқ. Осы орайда отандық кардиохирургтар созылмалы жүрек ауруына шалдыққан науқастардың өмірін ұзартудың жаңа бір әдісін меңгерді. Американдық жаңа технология негізінде жасанды жүрек салуды қолға алды. Алғашқы операцияны Марат Шембалов есімді науқасқа жасаған мамандар бір жылдың ішінде 50 науқасқа жасанды жүрек орнатты. Бұл жүрек ауруы жалпы ұлымды босанғаннан кейін пайда болды. 2009-да босандым, 2010 жылы шаршау, аппетит жоқ, жалпы жүрек айну, ентігу пайда болды. Созылмалы жүрек ауруына шалдыққан 24 жасар Гүлмира Смайыловаға да аталмыш операция жасалады. Алғашында жүрек сіңген науқас бүгін дәрігерлерге алғысын айтады. Олай болса, студиямызға дәл осы бейнесюжеттің кейіпкерлерін шақырып алайық. Гүлмира Смайылова, сонымен қатар Марат Шембал және Қанат Абдрахмановты қарсы алыңыздар. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Гүлмира, сізге жасалған операция қосымша түтік салумен орын алды, солай ғой? Толық айтқан кезде жүректің өзі жұмыс істеп тұр, бірақ оған қосымша түтік салынды. Қарымшаны имплантациялау. Бұл яғни қанды айдау үшін салынған құрылғы ғой ішіндегі. Қанша уақытта жасалады екен операция? Қанша уақыттың дайындығы болды алдын ала? Операцияға дейін реабилитацияда мені дайындады, психологический жағынан. Ал операцияның өзі 3-4 сағат жасалды. 3-4 сағат емес. Намного дольше. Я просто хочу сказать, что Гульмира – это наша первая пациентка. Вот Марат Шембалов, Канат и Гульмира – это наши первые пациенты, которым было имплантировано искусственное сердце, как мы говорим, искусственный левый желудочек. На самом деле с Гульмирой мы познакомились, когда наш центр еще не работал. Она находилась в центре скорой медицинской помощи. Поступила она к нам в очень тяжелом состоянии. К сожалению, у нее несколько раз была клиническая смерть, и мы, честно говоря, боялись, что она не доживет до того, как откроется наш центр и начнется эта программа. Ну вот Гульмира посчастливилась, она у нас вместе с Маратом и Канатом, они стали нашими первыми пациентами, которым имплантирован искусственный левый желудочек. Что это за устройство? Это устройство насос, который выходит из левого желудочка и берет на себя функцию левого желудочка. То есть он перекачивает кровь. Но если левый желудочек почти не сокращается, то насос эту кровь двигает через аорту во все органы и системы. И после операции Гульмира тоже, из-за того, что было очень тяжелое состояние, у нее были проблемы. После операции, имплантации искусственного левого желудочка, у нее была еще одна операция. Но, тем не менее, вот Гульмира молодец, у нее очень сильный дух. Она вышла из всех этих процедур. И сегодня она у нас работает психологом в нашем центре. Я просто хочу, можно представить еще, вот Марат Шембалов – это наш первый пациент, и Канат Абдрахманов – это тоже один из первых наших пациентов. Они все работают сегодня в нашем центре.